Бұл клубтың атауы тек Испанияда ғана емес, жалпы бүкіл әлемде танымалдылыққа ие. Барселона тек клуб емес, бұл нағыз философия, ерекше ойын стилі және даңқты тарихы бар команда. Бұл клубтың тарихы басқалардан тым ерекше. Барселона қалай құрылды? Барселонаның президенті неге өлтірді? Йохан Кройф Барсаны қалай өзгертті? Испаниялықтар Барселонаға неге қарсы болды? Бүгін сіздермен бірге әлемнің ең ұлы клубтарының бірі Барселонаның бай және де қайғылы тарихын айтатын боламыз. Ал біз бастаймыз. Барселона қалай құрылды және де оны кім құрды? Барселона клубы 1899 жылы 29 қарашада швейцариялық кішігірім бизнесмен Жуан Гампердің бастамасымен құрылды. Жуан Гампер өзінің туып өскен Швейцария елін тастап, Барселона клубы үшін Каталонияға келіп көшті. Алғашында Барселона клубы жай ғана әуесқой клуб болатын, яғни айтқанда құрылысшылар, жұмысшылар ойнайтын клуб. Алайда Каталония жұртшылығының футболға деген махаббаты ояна бастады. Солай стадионға адамдар көптеп жиналып, Барселона клубы белсенді дами бастады. 1900 жылдардың басында Барселона өзінің алғашқы ішкі жеңістеріне жете бастады. Бұл кезеңдері Жуан Гампердің бастамасымен Барселона, Каталония кубогы және де Испания кубогы сияқты турнирлерде көптеген жетістіктерге жетті. Ал араға ұзақ жылдар салып 1929 жылы Барселона Испанияның ең жоғарғы лигасы Ла Лигаға жолдама алды. Ал Барселонаның аты әлемге жайылып, өте керемет танымалдылыққа ие бола бастады. Және де соған сай жақсы трансферлер жасап, жақсы жетістіктерге жете бастады. Алайда бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Барселонаның бұл жетістіктерін көре алмай, іші күйген Испания басшылықтары Жуан Гамперді халық жауы деп елден біржолата қуды. Алайда Жуан Гамперді бұл қорқыта қоймады. Өзінің орнына президенттікке өзінің адамын қойып кетіп, Швейцариядан клубты проблемаларын шешіп отырды. Осыдан-ақ Жуан Гампердің Барселонаға деген махаббаты қандай екенін біле берсек болады. Махаббатымен, алайда Жуан Гамперге бұл күйзелістер өте ауырға түсті. Және де бұл күйзелістерді көтере алмаған Жуан Гампер өз-өзіне қол салды. Бұл жайт Каталония жұртшылығы үшін ауыр тиді. Барлық Каталония жұртшылығы алаңға шығып Жуан Гамперді жоқтады. Каталония жұртшылығы үшін Жуан Гампер ең сыйлы адамдардың бірі еді. Себебі Каталония үшін Барселона тек қана клуб емес еді. Ол бір толық мәдениет, толық бір тарих, толық бір тағдыр еді. Жуан Гампер Барселона үшін көптеген істер атқарды. Клубтың қаржылай мәселесін өз қалтасынан көтеретін еді. Және де Испания диктаторлары мен Барселона үшін жанжалдасатын еді. Осылайша Жуан Гампер әлемдегі ең ұлы клубтардың бірін іргетасын қалап берді. Барселона президенті Жозеп Санолды неге өлтірді? 1936-39 жылдары Испанияда азаматтық соғысы өршіп тұрған еді. Барселона футбол клубы саяси өзгерістердің эпицентрі болды. Клубтың сол кездегі президенті Жозеп Санолдың социалистік көзқарасы басқаша болды. Жозеп тек қана спортты дамытушы тұлға ғана емес, сонымен қатар саясаткер және де баспасөз басшысы ретінде белгілі болды. Алайда бұл көзқарас Жозептің бағы емес соры болды. Бұл кездері Каталонияда азаматтық соғысы өршіп жатқан еді. Яғни каталониялықтар Испаниядан тәуелсіздігін талап етті. Олардың ішінде Жозеп Санол да бар еді. Осылайша 1936 жылы Жозеп Санол Испанияның тарапынан ату жазасына кесілді. Бұл оқиға Барселона клубына және оның жанкүйерлеріне үлкен соққы болды. Өйткені Санол каталондық ұлттық рух пен демократиялық құндылықтарды қорғаушы тұлға ретінде қабылданды. Қазіргі таңда каталониялықтар Жозеп Санолды әлі күнге дейін еске алады. Барселонаның Франсиско Франкодан көрген қорлықтары. Соғыс барысында Испания диктаторлығы Франсиско Франконың қол астына көшкен кезде Барселона немесе жалпы Каталония қатты қысым көрді. Франко режимі каталон тілін, мәдениетін және де оның ұлттық бірегейлігін басып тастауды көздеді. Барселона клубы каталондық мәдениеттің символы болғандықтан, ол да саяси репрессияларға ұшырады. Франко дәуірінде Барселона мен Реал Мадрид командасының арасындағы тарихи қарсыластық одан сайын күшейді. Бұл тек футбол алаңындағы күрес емес, сонымен қатар саяси, әлеуметтік алаңда да үлкен маңызға ие болды. Реал Мадрид Франко режимінің қолдауына ие болды, және де Франко Реал Мадридті қолдады. Алайда ондай қолдау каталондық Барселонада болмады. Олардың қолдауы тек қана халқы болды. Йохан Кройф және де Арман команда дәуірі. Барселона 1980-90 жылдары нағыз алтын дәуір деп айталамыз. Йохан Кройф ойыншы ретіндегі мансабын аяқтаған соң клубқа бас бапкер болып оралды. Кройф клубтың философиясына революциялық өзгерістер енгізіп, Арман команда деп аталған керемет құрамды құрды.
Оның жетекшілігімен Барселона 1992 жылы өзінің алғашқы чемпиондар лигасын жеңіп алды. Кройфтың ойын стилі түйсікпен ойнау, яғни тики-така еді. Бұл ойын стилі Барселонаның әлі күнге дейін ДНК-сы болып сақталып тұр. Және де Йохан Кройф Барселонаға академия ашуды ұсынды, яғни айтқанда Ла Масия идеясын тастады. Бұл идея толығымен ақтап шықты деп ойлаймын. Себебі бұл академия әлі күнге дейін жемісін беріп келеді, әлі де береді деген ойдамын. Мессидің дәуірі және де қайталанбас құрама. 2000 жылдардың басында Барселона тарихтағы ең ұлы ойыншылардың бірі Лионель Мессидің келуімен әлемдік ареналарда шыңдарды бағындырды. Месси Барселонаның символына айналып, клубқа көптеген рекордтар мен титулдар алып келді. 2009 жылы Пеп Гвардиоланың басшылығымен команда Ла Лига, Испания кубогы, Чемпиондар лигасын жеңіп алып, керемет үштікке қол жеткізді, яғни айтқанда требл. Бұл кезеңде Барселона командасы әлемнің ең танымал клубтарының біріне айналды. Месси, Хави, Иньеста, Пике, Бускетс сияқты ойыншылардың арқасында клуб Испанияда ғана емес, Еуропада да титулдарды қарша боратты. Әлемнің түкпір-түкпірінен жанкүйерлер бұл команданы таңдап, оның футболдағы стиліне және де тарихына таңдана қарады. Міне достар, біз Барселона клубының тарихын қысқаша әрі нақты зерттедік. Барселона футбол клубының тарихы тек спорттық жетістіктерге емес, сонымен қатар каталондық ұлттық рух, мәдениеттік, саяси еркіндікке күреске негізделген. Барса өз мәдениетін, тілін, құндылықтарын қорғай отырып ең қиын кезеңдерді бастан кешірді. Осы кезеңдердің бәрі Барселона клубын басқа клубтардан өзгешелендіреді. Барселона футбол клубының тарихы күреспен, сеніммен және қайсарлықпен өрілген. Ойын алаңдағы жетістіктерінен тыс, Барса әрқашан Каталонияның жүрегі болып қала береді. Барселона не көрмеді? Барселона азаматтық соғысты да, президентінің өлімінде, диктаторлардың қысымында, небір соғыстарды да көрген. Сол себептен Барселонаны ұлы клуб дейді. Сіздермен бірге болған Санчо Фут арнасы. Видеоны лайк басып отырамыз. Сау саламатты болыңыздар. Виска эль Барса.